Армысыз, құрметті әріптестер, армысыздар, құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері. Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері және Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны баспасөз мәслихатына дайын. Бірінші Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Талғат Маролұлы Байсофиновқа сөз кезегін берсек. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Сразу басынан бастайық былай. Қалай болды мына түгел жұмыс қалай басталған? 29 қыркүйек күні бізге енді маған звонок болды, енді мынандай жағдай болып жатыр деп. Әрине енді мынау енді біздің ұлттық құрамыз енді қалай енді отказ бересің деп. Конечно, оперативно түгелі өте қуаныштымыз, бірақ енді мына 30 күні уже команда гостиницаға жиналып жатты. Бірінші қазанда уже тренировка басталайын деп жатыр. Әрине енді бізге менде енді бір күн ғана болды дайындылыққа. Біріншіден енді мен Иван Геннадьевич Азовский мен Марат Жалдасович Ислямов екі сол бапкерді жаныма шақырдым. Баяғыдан бұрын бірге жұмыс істеп жүрміз, бір-бірімізді білеміз. Али Хайналиевичті мен әрине айттым, қалдырыңыздар дедім. Неге дегенсе, енді ол сол кісі командамен бастады мына циклды, түгел принциптарды біліп отыр. Сосын енді біз енді команданы жинаған жоқпыз. Расширенный список, основной список деген түгел дайын болып тұрды. Әрине енді мына техника, тактика туралы, сосын қандай ойын болды, оның алдында түгел сол кісі ғана түгелін біліп отырды. Әрине ол бізге керек болып отырған. Енді сол бірінші қазандан бастап, міне бүгін қазандың 9-ы ойынға ойлап отырмыз, біз дайынбыз. Әрине енді бізде біріншіден Дастан Сатпаев жарақат алып отыр. Оны да біз түсініп отырмыз. Қайратпен бірге чемпионатта ойнап отыр, Лига чемпионовта ойнап. Жас жігіт, әрине енді мынандай стресс, перенапряжение сол түгелі болып отыр. Дастан келді, түгел медицинский штабпен түгел нені өткізді, и сосын енді кеше ғой үйіне қайтты. Оған әрине енді демалу керек. Содан кейін енді бізде міне қазір Сережа Малый, біздің тәжірибелі қорғаушымыз, ол да жарақат алып отыр. Әрине енді ол ертеңгі ойынға дайын емес, бірақ енді оның ішінде Македонияға Құдай қаласа ол дайын болады. Міне мынаны түгел сізге айтып тұрғаным неге десең, әрине енді түсініп отырмын, сұрақтарыңыз болады. Енді рас айтқанда кішкене мына сұрақтарыңыз болса, кішкене ойынға поближе к матчу деген сақылды. Вот такое направление, такое пожелание, чтобы сильно не отвлекаться. А в основном будет время, конечно же, все соскучились, очень рады вернуться, но, значит, сейчас это, так скажем, оперативное принятие решения, и все-таки это национальная сборная, раскачиваться некогда, и поэтому мы только сосредоточены на работе. Все остальные вопросы, интересующие, не касающихся конкретной подготовки, мы, как говорится, время будет свободно, ответим на любые вопросы. Рахмет. Көп рахмет. Нұралы Әліп, Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны, матчқа қатысты бір пікіріңізді берсеңіз, содан кейін сұраққа кезек береміз. Ертеңгі матчқа дайындық қалай? Бас бапкер бәрін айтып кетті деп ойлаймын негізі. Бірақ не дегенмен ертеңгі матчта үйдегі көп болды ғой жеңіс болмағанына. Ертең балдарға да айтып қойдық. Бақтияр келді, Бақтияр бәрін сөйлесіп. Ертеңгі матчта тек қана жеңіс деп ойлаймын. Рахмет. Әріптестер, сұраққа кезек берейік. Қолдарыңызға микрофон алсаңыздар. Рахмет. Ең алдымен Талғат мырза, ұлттық құрамаға қош келдіңіз. Барлығымыз қуанып жатырмыз сіздің қайтадан ұлттық құрамаға келгеніңізге. Бірінші сұрағым Арман Амангелді, Теңбіл доп KZ басылымы.
Сіздер жалпы Қазақстан ұлттық құрамасының нақты тізімі жарияланған кезде Лихтенштейн және Солтүстік Македониямен ойнайтын бұқаралық ақпарат құралдары бірден Димаш Қашкен туралы жазды. Қорғаушы соңғы 2 айда Қайратқа қарсы ғана ойнаса да, Жетісу 5-0 есебімен жеңілсе де, сіз оны жалпы тізімге қостыңыз. Димашты қандай критерийлер бойынша алдыңыз? Осы туралы айтып бересіз бе? Бәрімізге қызық. Иә, рахмет. Бізді өте қуаныштымыз. Мына сұрақты біз әрине енді күтіп отырдық. Оның алдында мен сіздерге айтып бердім ғой, енді қалай түгелі мына жерде басталғаны. Мына біздің кезімізде расширенный список болды. Сол расширенный списоктен основной список шығып, сол основной списоктен кейін резервный список болған. Ал қазір біз енді бірінші қазанда жиналғанда, сосын тренировка басталғанда біздің орта қорғаушыларымызды түгелін қарап көріп отырмыз. Сережа Малы мен Ұлан бізде жарақат алған. Енді бізге бір ойыншы керек дедік. Центральный защитник, особенно оң аяқ правый защитник. Правый центральный защитник деп. Сол кезде мен айтайын дегенім, қазір Қазақстан Федерация футболында селекционный отдел бір өте жақсы жұмыс бастады. Обширная база данных дегені бүкіл ойыншылар КПЛ-да ойнаған біздің қазақстандарымыз. Сол түгелі обширный базада бар екен. Ал енді біз мына орташа қорғаушыды сұрағанда, бізге сол мына Димаштың кандидатурасын беріпті. Сонда біз әрине енді мен бірінші рет естігенде сондай обширный база данных бар екеніне таң қалдым. Ол вообще супер. Енді ол түгел критериясын көрсеткенде физический кондиции, технико-тактический деген, и сосын игровой практика деген барғаны, ол түгел мына жерге келіп тұр. Ол біріншіден. Екіншіден, әрине енді қазір құрамада жаңа ойыншыларда, жас ойыншыларда бар екен. Енді мына кісінің, мына ойыншының жасы да келіп тұр. Неге аванс бойынша деп ойлап, неге ол мына құрамаға қазір келмейді екен. Енді әрине енді таныстыру керек. Ол екіншіден. Ал үшіншіден, рас айтқанда, менің ойымша, мына ұлттық құрама бір семья, бір отбасы, бір коллектив болып отыр. Дұрыс па? Енді мына кісі мына құрамаға келіп отыр. Әрине енді бізді кішкене, мен өзім оқыған жоқпын, балалар оқып жатыр, басқа кісілер оқып жатыр. Мына біреу негативті, мен айттым жігіттерге теорияда, ештемеге внимание обращать етпейміз, ол болады. Енді сіздерді, мына жігітті өзі бірге қолдап, бірге жиналып, біз ойынға дайындалып отырмыз. Біздің мақсатымыз жеңіс. Ал енді төртіншіден айтқанда, менің ойымша, неге мына бүгінгі мынандай вызов деген Димаш Қашкен туралы, неге басқа ойыншыларға Қазақстанда, біздің Қазақстан жігіттерімізге неге мынандай пример болмайды дегендей сақылды. Өте жақсы пример. Әрине енді басқа ойыншыларға да түсіну керек, что мына біздің обширный базада түгелі бар, и есік ұлттық құрамаға түгеліне ашық болып тұр. Енді мынандай ғана жауап берсем, если вас устроит, конечно. Рахмет. Келесі сұрақ, бір сұрақтан қойық, кейін екінші айналымға береміз кезек. Димаш. Талғат Марванұлы, ассалаумағалейкум. Вопрос касательно, наверное, не самый сейчас важный, но все же интересно от вас услышать по поводу пенальтистов нашей сборной. За последние 2 года пробивали пенальти Асхат Тағыберген и Бауыржан Исламхан, которых сейчас в команде нет. У Бахтиера был несколько лет назад опыт, но в целом в команде есть и другие игроки, которые в своих клубах часто исполняют эти стандарты. Чесноков, Жумат, Кенджибек. У вас есть ярко выраженный пенальтист номер 1 в команде, штатный, или все-таки будете доверяться тому, кто более уверен в себе? Ну, вы знаете, за этот короткий промежуток времени, что мы сейчас по подготовительном периоде перед этими играми, соответственно, на какое-то есть свой взгляд, есть свое видение,
но то, что алдында айтып кеттім ғой, вот то, что дайындық жасаған, алдымыздағы тренерский штаб түгелін жасаған, соған біз придерживаемся. И на какие-то, естественно, индивидуальные, интуиционные моменты иметь место будет иметь место, но это уже, как говорится, по ходу игры, коррективы тут на бровке. Что в нашем понимании сейчас? Я же говорю, это очень глубокие, время, наверное, ограничивается, но я скажу так, что пришло время играть в атакующий футбол. Мы к этому долго шли. Было много вопросов, когда мы уйдем с 5 защитников, с этих моментов. Но в тот момент в целом сборная пропагандировала закрытый футбол. Время диктует свои условия. И сейчас, когда появилось очень много талантливых игроков, исполнительское мастерство которых в завершающей стадии, в передней линии, имеет уже как класс, так и качество. И вот по этой причине мы не имеем права держать на скамье запасных игроков, которые вносят в игру креатив, индивидуальное мастерство и сильны в завершающей стадии. Соответственно, выбор пенальтиста, он у нас еще открыт. И если я вам сейчас конкретную кандидатуру скажу, это будет, наверное, на пользу сопернику. Но чтобы ввести всех в заблуждение, я просто скажу, а может и вратарь пробьет пенальти. Поэтому все это в подготовке у нас ведется. У нас еще есть сегодня предыгровая тренировка, есть после тренировки время, когда мы еще раз с тренерским штабом соберемся и все эти моменты подкорректируем. Көп рахмет, әріптестер. Капитанымыз Нұралы Әліпке сұрақтарыңыз болса, бірінші Нұралыға сұрақ қойып, одан кейін жіберсек болады. Нұралы Әліпке ма сұрағыңыз? Бақдәулет, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Есімім Тұрғынбек Бақдәулет. Менің сұрағым, соққы және гол баспасы. Менің сұрағым Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Нұралы Әліпке. Нұралы Әліп, сізге сауалым. Бізде қазір Қазақстан ұлттық құрамасында ойыншылардың арасында буын алмасуы жүріп жатыр. Сіз осы буын алмасу жайлы қалай ойлайсыз? Ойыңыз қандай? Және де сіз қазір аға буынға өтіп жатырсыз. Жаңадан құрамаға келіп жатқан ойыншыларға қандай баға бересіз? Алейкум ассалам, Бақдәулет. Дұрыс айтасың, команда қазір көп өзгерістер болып жатыр. Жас ойыншылар келіп жатыр. Ең бастысы ойыншыларға қазір ең бастысы поддержка беру. Кеше емес, алдың күні жас балдарды жинап, үлкендер болып жиналып айттық, ұлттық құрама дейтін ол дейтін, елің үшін, жерің үшін жаныңды беру керексің деп. Қазір ойнамасаң да алдағы уақытта шанс болады, соны дейтін қолданып, өзіңді жақсы жерінен көрсету керек деп айттық. Және де балдарды ешқайсысы басын бұғып, настроение жоқ, біреуінде көрген жоқпын, бәрі наоборот. Ұлттық құрама өзін көрсеткісі келіп, жаттығуларда да қарап отырсаңдар, көрмейсіңдер, өзім көріп отырмын көзбен. Тек подкаттан өзін көрсеткісі келіп, соққылар істеп, жайшыда манағы айтып отқандай, жас Димаш пен Әділбек, Әдөк өздерін жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Енді алдағы уақытта енді командада енді өзгереді деп ойлаймын. Енді жас ойыншылар енді өзін көрсетіп, жақсы нәтижеге келеді деп ойлаймын. Нұралыға тағы бір сұрақ қойып, жаттығуға жібере берейік. Мархабат. Нуралы, добрый день, рад вас видеть. У меня к вам такой вопрос. В последнее время в сети, после того, как стало известно, что Динмухамед Гашкян вызван в сборную, в его адрес посыпалось много критики, что такой игрок, возможно, не уровень сборной Казахстана. Вы, как капитан, как самый опытный игрок в центре защиты, как один из самых опытных игроков в целом сборной, как вы оцените его профессиональные качества, как вашего партнера, как вашего сокомандника, как защитника в целом? Спасибо. Я әрине. Сол мана біздің түсінбеген шығар но дейтін, басапкер оны айтып кетті негізі. Айтып отқандары көп адамдар дейтін соцсетеде бәрі жазып отырады.
Ең өз басыммен мен оны дейтін 2016-тан бері танимын. Молодежкада бірге шақыртылатын едік, ойнайтын еді. Мен содан бері оны танимын, жақсы досым болып қалды. Мен оған наоборот поддержка беремін. Келіп жатқан критиканы оқымай ақ қой дедім, мен өзімде де онда оқымаймын. Оған да айттым, оқыма вообще. О да дейтін бала дейтін қарапайым. Адамдар былай сырттан көріп танымағасын, оны білмейді да қандай екенін. Наоборот, оның желаниясы дейтін асып баратыр, өзін көрсеткісі келеді. Алдағы уақытта енді бәрі Алланың қолында ғой. Өзін жақсы жағынан көрсетіп, осы хейттер тоқтатылады деп ойлаймын. Ответ понятен же, да? Все, спасибо большое. Нұралы, көп рахмет сізге. Ары қарай онда бас бапкерімізге сұрақ қоюды жалғастырайық. Әлімжан Тасболатұлы. Талғат Маруалы, ассалаумағалейкум. Жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, енді қайтадан Қашкенге ораламыз. Пресс-конференцияның бәрі сол ойыншы туралы болатын болды ғой. Аванс дедіңіз, иә? Қашкеннің білеміз жасы 25-те осы жылы. Жаңа ғана бізбен бірге отырған ұлттық құрамамыздың капитаны Әліп 22 желтоқсан күні 26-ға келеді. 44 ойын ұлттық құрамаға өткізген. 25 жастағы қорғаушы үшін аванс кеш емес пе? Рахмет. Әрине, неге Димаш бұрын шақырылған жоқ? Юношеский молодежный сборныйдан өтіп, содан кейін енді мына резюме түгелін қарасаңыздар, шетелге мына жаққа кетіп, ана жаққа кетіп, содан кейін енді бір несі жамандығы сол кездегі ол стабильность болған жоқ. Көрдіңіз бе? Содан кейін ғана ол әрине енді шақырылған жоқ. Біріншіден. Екіншіден, әрине енді мен айттым ғой оның алдында. Енді біздің кезімізде біздің енді шабушыларымыз, нападающыларымыз аз болған, именно вот креатив, сондай нәрсе істейтін қорғаушыларымыз көп болып тұрған. Өте мықты конкуренция болған. Енді менің есімде 18-ші жылы молодежныйда бас бапкер болғанда Нұралы Әліпті бізге молодежныйға жіберген жоқ. Көрдіңіз бе? Ол кезде Станимир Стойлов айтып кеткен, мына кісі ұлттық құраманың жұлдызы болады деп. Көрдіңіз бе? Қалай айтып кеткен. Әрине енді молодежныйға жіберген жоқ, и Нұралы сразу ұлттық құрамаға келді. Көрдіңіз бе? Ал енді бізде қазір міне Арсен Ашырбек, жасы нешеде, ол бір. Сосын Дәурен, Оқжетпестен келген, олардың жастары нешеде. Көрдіңіз бе? Менің ойымша Али Хайналиевич дұрыс жұмысын істеген. Мына кісілер ол да сұрап отыр. Неге мына жас ойыншыларды, жастары 25-ке келіп тұр? Неге мына ойыншыларымызды бұрын құрамаға шақырған жоқ деп? Әрине, ол сол футболистерді да практика болған жоқ, ойнаған жоқ. Олар ана жылы Андрей Святославович Ферапонтовпен бірінші лигада Оқжетпесте ойнап, игровой практика стабильность түгелін алып, мына жылы, міне 25-ші жылы премьер-лигада ойнап жүр. Көрдіңіз бе? Қазір ғана олар түгел ашылып жатыр. Көрдіңіз бе? Ол екіден, ал үшіншіден біз бүгін міне мына пресс-конференцияны әрине Димаш Қашкен 2 жылдан кейін Құдай қаласа мына ойыншы основной қорғаушы болып ұлттық құрамада ойнап кетсе, қайда біз қараймыз сосын. Поэтому менің ойымша надо набраться терпения и подождать, чтобы потом сказать, а мы же верили деп. Әріптестер, Дінмұхамед Қашкен жайлы сұрақты осымен жаба салайық, барлығына жауап берген шығар. Басқа тақырыпта сұрақ болса, дос. Әріптестер, өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Ассалаумағалейкум, есім Досмұхамед Райымбек, АЭС Ньюс порталы. Сізге сұрақ, біз қонақтағы ойында Бельгияға қарсы ойыннан кейін Қазақстан ұлттық құрамасының экс-бас бапкері Али Алиев өз еркімен жұмыстан кеткен болатын, бірақ қазір біз оны ассистенттер тізімінде көрдік. Енді сол туралы пікір білдіре аласыз ба? Сіздің бұл жеке шешіміңіз бе әлде федерацияның да әсері болды ма? Рахмет.
Иә, уағалейкум ассалам. Мен алдында айтып қойдым ғой, не үшін Алихан Алиевич қалғаны. Ал енді сұрақ былай конкретный болып тұрса, федерация мына нені шешті ме, мен шештім бе? Мен рас айтайын, мен айттым, қалсын дедім, ол керек дедім маған. Неге десеңіз, мен айтып берейін. Алихан Алиевич мына командамен, мына құрамымен мына циклды бастады. Қанша сбор өткізді, мына түгел жаңа ойыншыларды шақырып, жас жаңа ойыншыларды шақырып, енді әрине ол түгел характеристикаларын түгелін беріп отыр маған. Көрдіңіз бе? Менде уақыт болған жоқ, уақыт болмайды. Айтып отырмын ғой, 29 қыркүйек күні біз хабарласып, кездесіп, кешке қарай 30 күні мен уже нәрсемді жинап, 1 қазан күні мен уже гостиницада болдым. Көрдіңіз бе? Енді маған түгел информация керек қой. Мен тек қана Иван Геннадьевич Азовский мен Марат Жолдасович Ислямовты алдым. Неге десеңіз, мен сол кісілермен қанша жыл бірге істеп жүрмін. Әрине, енді біз тренировка бастасақ, жаңаны беруге бізге уақытты жетпеуші еді. Көрдіңіз бе? Қазірде біз мысалы міне стандарт туралы түгелін өзіміз балаларға жеткізіп отырмыз. 1-2 ключевые моменты дегендей сақылды соны қосып отырмыз. В основном қалай түгелі наиграна болды, соны түгелін біз қалдырып отырмыз. Неге десеңіз, әрине енді біздің жігіттерімізде сонша информация қазір. Жаңадан түгелін нетіп, уақыт болмаушы еді бізге түгелін. Біздің қазір бір мақсатымыз мына жеңіске жету керекпіз. Керемет. Келесі сұрақ. Ерғали Бағдәулет, Спорт Пульс порталынан. Бірінші сұрақ, енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, алдағы ойындарға 2 ойынға шабуыл стилінде ойнаймыз дедіңіз. Сонда алдағы ойындарда 5 қорғаушы емес 4 қорғаушы жүйесінде ойнайды ғой, сіздің жоспарыңыз бойынша осындай ойын үлгісін көреміз. Өйткені ұзақ уақыт бойы Қазақстан құрамасы көбіне қорғаныстан ойнап жүрді. Сосын екінші сұрағым Кашкинге байланысты, кешірім сұраймын. Қоя салайын, сіз айтып отырсыз, жаңа порталды ашып қарадық, статистика бойынша көрсеттік деп, сол жерде енді Ерланов болсын, Шерабоков болсын, барлығының статистикалары менде қарап келдім. Кашкиннен жоғары екен, әуедегі допқа талас, төмендегі допқа талас барлығында, мысалы Кашкинде 59% болса, төмендегі допқа талас, әуедегі допқа 71% болса, Шерабоковта екеуінде де 90-ға жақындайды. Осы жағынан неге ол ойыншылар емес? Егер жас дейтін болсаңыз, олар да жас. Оның үстіне Қызылордада жас қорғаушы бар, Ақтөбеден ауысып барған QG лигасынан. Ол ойыншында егер болашақта бір аванс ретінде қарайтын болсақ, осы ойыншыны шақырып көруге болар еді ғой деген сұрақтан. Иә, түсіндім. Ана рахмет, ертеңгі ойынға сәттілік тілеймін. Бірінші сұрақ бойынша ертең түгелін көресіз. Қазір түгелін айтып қойсақ, әрине енді соперникті түгелін біліп алады. Ертең көресіз түгелін, бірақ айтқаныңыз дұрыс болып тұр. Алға ойнасақ, әрине енді астында лишний ойыншыларын ұстамаймыз ғой, дұрыс қой. Ал енді мына кандидатура түгелі келгенде айтқанда, әрине біз спорласқан жоқпыз, көп неткен жоқпыз, жарайды, аванс болып деп, сосын шешеміз ғой, шығамыз деп, бірақ айттық қой оның алдында, басқа ойыншыларға мынау жақсы не пример болады деп. Қызылордадағы ойнап жүрген сіз Мырзағалиев туралы айтып отырсыз. Ол кісі мен мынаның алдында 2 сбор молодежный сборныймен өткіздім. Вот сол кезде 2 сбор өткізгенде мына кандидатура бойынша түгел зумбен хабарласқанда, сөйлескенде, мына біздің техника директорымыз Скуртул Геннадий Васильевич, сосын спорт директорымыз Балтиев Руслан Тахирович өте үлкен жұмыс істеп жатыр. Зум бойынша біздің Денис Николаевич Мамонов түгел ойыншыларды сол департаментпен, селекционный отделмен ақылдасып, конкретный, естественный отбор болыпты. Көрдіңіз бе? Енді мына жерге келгенде, мына обширный списокты біріншіден көріп отырмын, ол да жақсы. Ал енді Мырзағалиев туралы, біз тренировка бастағанда бізде 14 пе 15 пе ойыншылық болды. Неге десеңіз, Қайрат пен ЖТС ойнады, сосын 4 қазанда бізде финал болды Қызылордада. Ал енді біз сол молодежный сборныймен сөйлесіп,
тренерлермен, бапкерлермен ақылдасып, оларды Алматыда сбор бастады. Біз сол Мырзағалиев, содан кейін Нұралы Жақсылық, содан кейін тағы да 3-4 ойыншы молодежный сборныйдан біз шақырып тренировкаға қатысты ұлттық құрамамен. Содан кейін мына жерде бізде тренировочный ойын болды қазандың 3-інде. Сосын сол ойыншылар 4-інде Алматыға қайтты молодежный сборныйға. Оларда енді бүгін ойын ғой Андоррамен. Көрдіңіз бе? Ал енді мына Мырзағалиев туралы. Әрине, бірінші ойында біз Андоррамен ойнағанда, мында Астанада, біз Мырзағалиевті шақырған жоқ. Неге десеңіз, енді Андоррамен бір футбол болды. Ал енді Ақтөбеде Англиямен ойнағанда, біз уже Андоррамен сбор бастағанда, біз уже Мырзағалиевті Англияға дайындап отырдық. Неге десеңіз, әрине енді Қызылордада оборонительный футбол дейміз ғой, сол енді кішкене Виктор Балютыч сол жас ойыншыларды үйретіп қойды. Әрине енді бойды, жасы да жақсы, бірақ енді 2006 жылғы ғой ол жігіт. Бірінші тренировкада әрине кішкене стеснительный, енді сборныйға келіп кішкене сондай ақ көңіл бала, бойы да үлкен болса. Англиямен ойнады, қазір міне бізбен де мында тренировкада болғанда енді кішкене көрініп тұр ғой, кішкене бұлай сәл бұлай ялып. Ал енді мына жігіттер уже 25 жасқа келген, уже дайын төбелесуге деген сақылды. Ал ана басқа футболистермен туралы сіз айтып отқаныңыз, біз спорласқан жоқпыз. Кандидатура келді, кандидатура алды. Ал Құдай қаласа енді сол Широбоков та басқа да ойыншылар түсініп отыр, есігі ашық, контроль болып отыр, общий базада түгелі бар. Әріптестер, екі сұраққа кезек берейік. Одан кейін аяқтайық. Талгат Маронович, во-первых, я хочу вас поздравить с возвращением в сборную. Хочу пожелать вам удачи. Мы всей страной будем поддерживать и рассчитывать, надеяться на хороший результат. Пожалуйста, для эфира Каспорта. Меня зовут Владислав, редакция Offside KZ. У меня к вам, если позволите, два вопроса. Первый вопрос. Появилась информация, что в любом случае, несмотря на результат, следующий тренер, то есть вы долго не задержитесь, и следующий тренер будет иностранец. Об этом говорят и федерации. Можете объяснить, это ваше желание или желание федерации, чтобы пришел другой тренер? И второй вопрос, если позволите, я заметил, что в тренерском штабе отсутствует Нурбол Жумаскалиев. Это ваше решение или решение Нурбола? И, то есть, почему это произошло? Спасибо. Спасибо, Владислав. Мне тоже очень приятно всех вас по-новому видеть. Я уже до этого рассказал, как это все происходило. 29 сентября быстрый разговор, оперативно нужно было включаться в работу. Ситуация такая сложилась, что и на второй вопрос вперед забегая, сразу же в одном отвечу. То есть такой же был вопрос задан, там же есть, которые работали, можно было эту ситуацию и так сделать, что как исполняющий обязанности и все. Но, к сожалению, понимая, что на носу финал Кубка, а тут еще игра, и понятное дело, что Нурбол Жумаскалиев будет занят и эмоционально, скорее всего, будет выхлещен. Поэтому по Нурболу вот такая ситуация. Юра Чухлеба, вообще пожелание было такое быстрое. Мне нужны два помощника, с которыми я уже на протяжении многих лет работаю, и чтобы быстрее этот локомотив, который в движении, нам чуть-чуть подтолкнуть, чтобы он еще быстрее пошел. И в тренерском штабе это тоже долго пришлось бы объяснять. И по моей инициативе были приглашены два специалиста, с которыми я работал. А то, что не получилось Юре Чухлебе и Нурболу приехать, наверное, здесь какие-то штатные расписания и все остальное. Никаких таких каких-то критерий, чтобы
их не было, и т.д. и т.п. Практически и не было. Я думаю, что и коллеги мои, и ребята, они с пониманием ко всему относятся, потому что национальная сборная – это и есть национальная сборная. Ну и если вы акцентируете внимание по следующему главному тренеру и все остальное, это тоже было проговорено, вопросов никаких нету. Это не то, что пожелания федерации или мои пожелания какие-то, нет. Просто-напросто, когда эта тема стала оперативности принятия решения, и вот все, что касается национальной сборной сейчас, в принципе, мне это знакомо, и безболезненно принималось это все оперативное решение, и при этом не для хайпа, не для красного словца. Прекрасно понимаю всю ответственность. Уже не первый раз, как говорится, здесь на бровке, и понимаю, что такое страна и что такое национальная сборная. Просто именно в тот момент, если честно, я вспомнил фильм наш советский. Мы же прошловековые люди, советского воспитания. Был такой фильм «Офицеры». Там было простое, грамотное определение и изречение. Есть такая профессия, говорит, родину защищать. Но мне повезло, что именно в этот момент я принял такое решение на основе вот этих вот изречений и пониманий. Поэтому национальная сборная – это очень большая ответственность, это серьезная ответственность. И как сказал капитан команды, и они с ребятами после долгого перерыва и после всех этих моментов, они рвутся в бой и готовы порадовать болельщиков. И цель одна – играть на победу. Рахмет. Соңғы сұрақ, последний вопрос, пожалуйста. Ассалаумағалейкум. Қанат Байзақов, Елорда инфо сайтынан. Бірінші сұрағым, Лихтенштейннен қандай қауіп күтуге болады? Өйткені сырт алаңдағы ойында біз жылдам соғылған 2 голдың арқасында бірінші таймдағы жеңіске жеткен едік. Бірақ екінші таймда біз кішігірім қиындыққа ұшырап, ірі жеңіске қол жеткізе алмадық. Лихтенштейннің қандай мықты тұстары бар? Осы сұрақ. Екінші сұрағым, Стас Покатилов пен Мұхамеджан Сейсеннің соңғы ойындағы сәтсіздіктерінен кейін ескерсек, осы алдағы ойындарда Бекхан Шайзада мен Қажымқан Төлепбергеннің алаңға шығу мүмкіншілігін қаншалықты бағалайсыз? Рахмет. Әрине, біз бірінші ойынды Лихтенштейнмен телевизордан да қарадық. Қазір да қанша анализ істеп, сол видеомен қайта ойынды қарап шықтық. Енді біз жігіттермен де қазір сөйлестік, өзімізді есімізге түсіріп отырмыз. Менің ойымша, Лихтенштейн қазір бізде болдық Лихтенштейннің орнында. Неше жыл бұрын. Әрине көріп отырмыз, өте мықты команда, енді плотная защита, низкий, средний блок деп отырмыз ғой, сондай нені көрсетіп отыр. Әрине, жаңа нелерін істеп жатыр. Ал енді біз Македония мен Лихтенштейннің де ойын көрдік. 5-0 болған, дұрыс па? Ал енді ол ойында да Македония неше пространство беріп отырды на Лихтенштейнға. Лихтенштейн сол Македонияда қонақта ойнап, доппен қанша жұмыс істегенін көрдіңіз бе? Ал енді біз дайындалып отырмыз, жігіттерді түсініп отыр, жай соперник емес, әрине енді кішкене күш көрсету керек, тактика бойынша, техника бойынша жігіттеріміз түгелін түсініп отырып, бір мақсатқа келейін деп отырмыз, жеңіске сол. Екінші сұрағымыз не бойынша? Қақпашылар бойынша. Әрине, бізде біздің қақпашылармен жұмыс істейтін бапкеріміз бар, Олег Игоревич Воскобойников. Әрине, ол кісі специалист болып, сол біздің жігіттерімізбен жұмыс істеп жатыр. Енді сол бапкердің рекомендация бойынша біз сол кім бірінші номер, кім екінші номер, кім үшінші номер болады деп соны шешіп жігіттерге айтып береміз. Кім шығады ертең ойынға, біз әлі бүгін
кешке отырып бірге тренерский штаб бойынша түгеліміз бірге шешеміз. Бірақ мына Қажымұқан біздің Төлепберген несі, ол да резервный списоктан келіп, сол тренировкаға қатысып отырды. Покатилов Стаста кішкене 5-ме 6-ма келген ойындан кейін Сейсенбен сол Төлепберген ғана екеуі болған, көрдіңіз бе? Ал енді қазір олар уже түгелі жиналғанда клубқа қайту керек еді. Бірақ мына жігіттер федерацияға да, басшыларға да түгелдеріне рахмет, орын қалдырды. Төлепберген де олардың қақпашылармен бірге істейтін бапкерлері Юрий Новиков. Ол U19-ға кетті. Сол Төлепбергенді рұқсат алып, қалдырыңызшы, клубта ешкіммен тренировка жаса алмаймын деп, сол кісі бүгінге шейін бізбен командада жүр. Арсен да Шырбек солай, и сосын Совет Саги да солай, көрдіңіз бе? Түгелін қалдырдық, енді танысып атыр ғой түгелі, сол түгелі бірге болу керек, енді басшыларда қанша адам болу керек, анау деп түгелін қалдырдық гостиницада, түгелі бізбен қазір мына тренировкада болады. Әрине ертең біз 23 адамды бүгін кешке береміз, список беру керек ертеңгі ойынға, оны біз бүгін кешке ғана шешеміз. Көп рахмет, құрметті журналистер. Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Ертеңгі ойында күтеміз. Жеңіске бірге жетейік. Көп рахмет. Рахмет.